Армысыздар, құрметті көрермендер. Естеріңізде болса, біз Қошмамбет ауылындағы жайлы мектеп, Қош Мектеп Лайф атты өзіміздің YouTube каналымызды ашқан болатынбыз. Ол жерде біз подкасттар түсіруді бастаған едік. Бұл біздің екінші түсірілім. Ендеше бүгінгі біздің өзекті мәселеміз бұл қыз тәрбиесі жайында болмақ. Бүгін бізде қонақта Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің білікті маманы Әділбекова Ләззат Махайқызы. Ләззат ханым, қош келдіңіз. Халіңіз қалай? Жақсы, Құдай деп, рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Сіздің келгеніңізге рахмет бүгінгі. Ләззат Махайқызы, енді өзіңіздің университет қабырғасында жұмыс жасайтыныңызды біз жақсы білеміз. Сол университет қабырғасындағы жұмысыңыз жайлы, өзіңіз жайлы кішігірім тоқталып өтсеңіз. Жақсы, рахмет. Бірінші шақырған жерге бару керек дейді. Мынадай қарбалас уақыттың ішінде сіздер үшін уақыт таптым. Өйткені тақырып өте өзекті. Қыз тәрбиесі ол ұлт тәрбиесі дейді. Қызды өсіргенің ұлтты өсіргенің дейді. Ұлтты өсіргенің ұрпақты өсіргенің дейді. Демек, қыз ол кімге қарындас, кімге әпке, кімге ана, кімге әже. Сондықтан да бұл мәңгілік тақырып. Осындай бір өзекті тақырып болғаннан кейін сіздің шақыруыңызға қуана келдім. Өзіңіз айтып отырғандай, Қазақстанда 100-ден аса өздеріңіз білетіндей университеттер, оқу орындары бар. Солардың ішінде тек қана арулар оқитын, қыздар оқитын университет ол Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті. Менің өздеріңіздей жас кезімнен білім алған, ғылымға қадам басқан оқу ордам, мына Қазақстандағы бас оқу орны дейміз ғой, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті болса, ал екінші одан кейінгі еңбек жолымның негізі осы 40 жылға тақап қалды Қазақ ұлттық қыздар педагогика университетінде. Қыздардың арасында жұмыс жасағаннан кейін әртүрлі ортадан, Қазақстанның бүкіл аймағынан білім іздеп келетін жастармен жұмыс жасағаннан кейін, әрі бүгінгі креативті небір тамаша өзің сүйсінетін, қайта өзің үйренетін креативтілікті жастармен және ол жастардың қыз балалары болғандықтан да менің өмірім осы қыздар университетінде келе жатыр. Және қыз тәрбиесі тақырыбына келгенде мен қашанда өзімнің білгенімді айтуға, бөлісуге тырысамын. Ұстаз болып келе жатырмын. Маған сұрақ қоятын кездер болады. Сізге қайсы қалай деп өмірдегі орныңызды қалай таныған дұрыс деп. Әлбетте, ең бірінші өмірің ұстаз болып келе жатса, өмірің оқу ордасында келе жатса, ұстаздық ол ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дейма. Сол бір Құдайдың жіберген дейік, болмаса өмірдің осылай келген, анамыз ұстаз болған, отбасында бар дәстүрді жалғастырған ұстаздық мамандықты мен де алып келе жатқан адамдардың бірімін. Өте керемет, Ләззат ханым. Енді сізге қарап отырып, өзіңіздің мамандығыңызды өте қатты сүйетініңіз көрініп тұр. Жан тәніңізбен жұмыс жасайтыныңыздың бәрі байқалады, көздеріңізден ақ байқалып тұр. Енді сіздің ең көп қозғайтын тақырыбыңыз осы қыз тәрбиесі екен. Неліктен осы қыз тәрбиесіне қатты көңіл бөлесіз? Жаңа мен бірінші сұрағыңыз, екінші сұрағыңызбен өте байланысты. Қыздар ордасында жалғыз университет тек қана қазақ қыздарын оқытатын. Ол жерде 80 жылдық тарихы бар. Ол жерде өзінің дәстүрі бар, қалыптасқан. Қазақтың небір, Қазақстанның дейік, небір қазақ қыздарынан шыққан қайраткерлері осы қыздар университетінің түлектері, болмаса қыздар университетінде жұмыс жасаған. Және 1944 жыл, бұдан 81 жыл бұрын бола ма? Сол кезде ашылған университетте қыз тәрбиесі, ұлт тәрбиесі дей отырып, осы бір қазақ аруларының шаңырағы бүкіл қазақ қыздарына шамшырақ болса екен, ғұмыры ұзақ болса екен деген тілекті ұлы жазушымыз Мұхтар Әуезов айтқан. Оның өзі мына қыз тәрбиесінің ұлттың болашағы үшін үлкен мәні бар екендігі. Қыз тәрбиесі неге аса өзекті қай уақытта да? Өйткені ол қыз деп бір ауыз сөзбен айтамыз, ол ертеңгі ана, ол ертеңгі жар, ол ертеңгі білікті деген ер азаматтың жанына сүйеу болатын отанасы.
Сондықтан да бір ғана қыз тәрбиесі деп айтқанымыз жемге келгенде ұлт тәрбиесі. Ол қашанда актуальды. Өйткені жаңағы ел боламын десең, бесігіңді түзе дейді. Сол бесікті тербететін бүгінгі қыз, ертеңгі ана. Демек, бұл тақырып қашанда өзекті болып қала береді. Өйткені қоғам болғаннан кейін адамзат қанша мың жыл, 10 мың жыл, миллион, миллиард жыл болсын, бірақ ғылым дамысын, керемет жасанды интеллекттің заманы болсын дегенмен де мына адами биологиялық болмыс қалып қояды. Өйткені ұл мен қыз бой жетеді, ер жетеді, үйленеді, ұрпақты дүниеге әкеледі. Ал оны бұл махаббатты, бұл сезімді, ананың балаға деген мейірімін ешбір жасанды интеллект ауыстыра алмайды деген ойдамын. Әрине, сөзіңізбен толықтай келісем. Ләззат Махайқызы, енді қазақ тәрбиесіндегі қыз баланың орны қандай деп ойлайсыз сіздің ойыңызбен? Мен қазақ тәрбиесіндегі қыз балаға қатысты қалыптасқан дәстүрді өзім мақтан тұтам. Өздеріңіздей деп ойлаймын. Себебі тарихқа қараңызшы. Ана Томиристен бастап, Томирис біздің эрамызға дейінгі 6 ғасыр ма еді ұмытпасам, сол Тұмар патшадан бастап күні бүгінге дейін Алатау Алтай арасында ер азаматтармен қатар ел қорғаған, билігін айтқан домалағана ұмай аналарымыз, бопайлар, кешегі ғана соғыс жылдарындағы Мәншүк, Әлия, Хиуаз апаларымыз егер қыз баласына бір теперіш болып, қыз баланы тек қана ол жаңағы туғаннан сандыққа қалың малдың жаңағы маталарын жинап қана өсіретін болсақ, қазақ қыздары мұндай болмас еді. Қазақтың тәрбиесінде қыз баланың орны қандай? Қыз бала дүниеге келгеннен қонақ деп қарайды. Қыз бала төрде отырсын дейді. Қыз бала үйден күліп шықсын дейді. Қыз баланың ағасы жағасы болсын, інісі тынысы болсын, әкесі асқартау болсын дейді. Өйткені қыз ертеңгі күні өзге жұртқа барады, сол жерге сіңеді, сол жерден өседі, өнеді. Махамбеттей, Исатайдай батырларды өсіріп шығады, Бауыржан Момышұлындай қаһарман ұлдарды өсіріп шығады осы аналар. Осыған негіз болған не? Біздің ұлттық тәрбиеміз. Себебі қазақ қызы, қазақ отбасы қызды төрге отырғызған. Ең жақсы деген киіндірген, жайнатып, көз тимесін деп. Бой жеткенде Мағжанның айтатын атақты шолпысы бар ғой. Бой жеткен қыз келе жатқан білсін деп шолпы таққан. Бой жеткен қыз келе жатқан шолпының сылдырынан артық сөз айтпаған, құрметпен қараған. Қыз қуанып шығу керек өз еліне. Ол сол елдің намысы болған, ар ұяты болған. Кейде ана қызға 40 үйден тыю деген сөз бар да, оны бір қызды тежеу деп түсінбеу керек. Қызды 40 үйден қорғау, қызды 40 үйден сақтау деп түсіну керек. Өйткені қыздың орны ол бөлек, және қыздың тәрбиесі, қызды құрметтейтін жер бетінде, күннің көзі жердің бетінде бір ұлт болса, ол бір қазақ ұлты. Тек сол дәстүрімізді сақтауымыз керек. Андай мұндай аққан оңнан солдан ұрған желге, ағымға түсіп кетпеу керек. Ұлттық дәстүрді сақтасақ, ұлтты да сақтағанымыз, әлбетте тілімізбен бірге. Иә, сіздің сөзіңізбен толықтай қосыламын. Сіздің мынау әдемі сөздеріңізді естіп өзімде қыз болып туылғаныма қатты қуанып кеттім ғой. Кәдімгідей маған мотивация дейді ғой, солай болды. Енді білесіз, қазіргі таңда бізде дәстүрлі тәрбие мен заманауи тәрбиені, көзқарастарды қалай ұштастырсақ болады? Себебі қазір көзқарастар екі түрлі ғой әр отбасында. Соған өзіңіздің бір пікіріңізді білдірсеңіз. Әлбетте, мына 19 ғасыр бұрындары бала тәрбиесімен жаңа түскен келінге енесі көмектескен, әже қараған балалардың тәрбиесінде. Қазір заманның ағымы, ұлда қызда үйдің әкесі, отанасы да, отағасы да жұмысқа шығады. Баланы балалар балабақшасына береді, одан кейін мектепке береді. Мектептің жарты күнде, қалған жарты күнді кейде ана ұзартылған күнде істер ма, соған жібереді. Дегенмен де болмаса тіпті тойларға барған кезде баланы жаңағы баламен
Енді ол да бір зәруліктен туған болар. Алдына кіп кішкентай телефонды қояды да бала өзімен өзі отырады. Бұл да бір заманның ағымы. Дегенмен де сұрағыңыз дәстүр мен бүгінгі заманды байланыстыру болып отыр ғой. Жауапкершілік ата-анада. Жауапкершілік ата-анада. Қанша электронды цифрлық платформалардың, интернеттің заманы келді дегенмен бала тәрбиесінде жауапкершілік ананың мойнында, әкенің мойнында. Соны түсіну керек. Қанша қызмет, қанша уақыттың прессингі болғанмен де өзіңнің дүниеге әкелген баланың алдында жауапкершілігін жоғары тұру керек. Уақыт бөлу керек. Өсіп келе жатқан өзің дүниеге әкелген баламен адами ана ретінде, әке ретінде жай күйін сөйлесіп, ол қандай мультфильмдерді көріп отыр, өзін не қызықтырады, мектепке барса, мектепте не қызықтырды, қалай өтті, соның бәріне уақыт тауып, баланың ішкі жан дүниесіне сіз кіріп отырмасаңыз, ол әлгі бір сөз бар ғой, орысша айтқанда святое место пусто не бывает, қазақша айтқанда бір әдемі жер бос қалмайды. Сіздің уақыт бөлмегеніңізді басқа көшедегі жақсы ортаға түссе жақсы, ал бір жағымсыз ортаға түссе, сіз өз балаңыздан өзіңіздің алшақтап кеткенін, ал уақыт өте оның қайтара алмайтын дәрежеге түсесіз. Сондықтан да уақыт өтіп бара жатыр, уақыт зымырап бара жатыр деген сөзге үйренгенбіз. Уақыт мәңгілік тұрады. Сен өтіп бара жатсың, және уақытты кері қайтара алмайсың. Баланы қолдан шығарып алдың. Сондықтан да дәстүр ол мәңгілік деп түсіну керек. Ата дәстүрді, ана тілді ол мәңгілік деп түсіну керек, оны сақтау керек. Әке өзінің әкелік жауапкершілігін баланың алдындағы еш уақытта ысырып тастамау керек. Ана өзінің аналық парызын. Сонда қанша заман ауысып, қанша Марс пен Айға барып қонып жатсақ та, бала өзінің ата-ана алдындағы адамгершілігі. Ана Антуан де Сент-Экзюпери әдемі сөз бар. Адамның ең бірінші адами қасиеті ол жауапкершілігі. Ана ретінде жауапкершілігін білсе, әке ретінде жауапкершілігін білсе, ата, әже өз жауапкершілігін білсе, бала да өзінің бала ретінде жауапкершілігін біліп өседі. Ол үлкенді құрметтеу, ол өзінің ана тілін сыйлау, ол дәстүрді сыйлау. Дәстүрді, тілді сыйлаған адам ол дүние жүзінің кез келген тілін меңгереді, ғылымын меңгереді. Әрине, сізбен толықтай келісем. Демек, қазіргі заманауи көзқараста, заманауи тәрбиеде ұлттық құндылықтар мен салт дәстүрімізді де толықтай бірдей меңгертуге болады дегіңіз келді деп ойлаймын. Мен бұл сөзіңізге толықтай келісем. Енді менің қоятын сұрағымды өзіңіз іліп алып кеттіңіз ғой. Жаңа айта кеткенде отбасы мәселесін өзіңіз қозғай кеттіңіз. Енді бәрімізге белгілі, қыз бала үшін әкенің тәрбиесі өте маңызды, және оның өмірдегі алатын орны жалпы қыз бала үшін өте маңызды деп жатамыз. Енді сіздің өз ойыңыз қалай, әке тәрбиесі қызға қаншалықты маңызды? Немесе ана тәрбиесі болсын? Қыз бала үшін қыз аспаннан түспейді. Ол әке мен анадан, оның әкесі бар, оның анасы бар. Өмір бір-ақ рет беріледі, әкені ауыстыра алмайсың, ананы ауыстыра алмайсың. Ол бір мәңгілік ақиқат. Ақиқаттың өзі ғылымда бүгінгі ақиқатты ертең жоққа шығаруға болады. Ал бірақ мәңгілік ақиқат бар. Ол әкенің, ананың рөлі. Бұл жағынан қыз баласында әкеге деген бір ерекше құрмет, ерекше әкем Асқар Тау деген алдымен сол қыз баласының жүрегінен шыққан сияқты кейде. Әке былай деп айтайық. Кейде кейбір қыздар туралы келеңсіз әңгімелер естіліп жатады, жасыратыны жоқ. Әрине, қазір көп жағдай. Мені тәрбие көрмеген, мені мына қыз былай болып кетті деп сынау оңай. Сынау қашан да оңай біреуді. Ал енді сол әйел баласы демес, қыз баласы неге түсті сол жолға, соны ойланайық. Демек оның Асқар Таудай әкесі болмады. Демек оның жағасы болатын ағасы болмады. Оның інісі болатын, інісіндей болатын тынысы болмады. Қыз бала ол нәзік, ол гүл. Оны жаңағы желге өптірмей, суыққа тоңдырмай,
жаңа әкесі, ағасы, інісі, бауырлары мәпелеп отырса, ол ондай жолға бармайды. Сондықтан да жауапкершілікті екі жаққа бірдей қою керек қашанда. Екі жаққа бірдей қою. Міне бұл жерде әкем Асқар Тау деп, мысалы менің әкемнің қайтыс болғанына 96 жылдан бері 30 жыл өтті ме, әлі де болса ойлаймын, мына істі істесем әкем қалай қарар еді. Мәңгілік, мен өлгенше әр әйел баласы, қыз баласы осылай деп ойлаймын. Аха, менің тірі болса да, өлі болса, о дүниеге болса да, болмаса бір қиналғанда түсіңе әкең кіреді. Бұл енді қазіргі мына кванттық революция заман кезінде түсіндіріп жатыр ғой, рухтардың өзінің жаңағы мәңгілік екендігіне. Бұл жағынан қазақ философиясы керемет тұңғиық қой. Біз әлгі өлі риза болмайды, тірі риза болмайды деп әруаққа сыйынамыз. Біздің жауға шапқан батырларымыз атақты өзінің ата бабаларының әруағын шақырған. Сонда қазіргі әлгі қазақ атқа қонбасын, атқа қонса 100 адамға татиды деп, сондай бір ерекше күш қуатқа еге болған. Осының бәрі әкелер, осының бәрі ағалар, осының бәрі тыныс болған інілер, бауырлар. Сондықтан да қыз бала үшін әке тәрбиесі ол тіпті әлгі мәңгілік ақиқатты айттық па жаңа, сол сияқты ол да мәңгілік ақиқат. Қыз бала үшін әке ол Асқар Тау. Асқар тауларымыз аман болсын, Асқар таулардың қадірін білейік. Әке деген үндемей отырсын, ана байқұс әйтеуір әлгі асханада жүрсе де ыдыс аяқты тарсылдатып ашуын шығарып алады ғой. Ал әке үндемесе де жүрегі анасынан да 1000 есе нәзік, 1000 есе қату. Ол қандай ерлік, езіліп тұрған жүрегін білдірмей ер адамдар отырады. Оның өзі ерлік. Сондай жаңағы ішіндегі 1000 сезімді өзіне ұстап, бірақ көзімен ақ өзінің ұлына, қызына тілекші болып жол ашып, ниетімен, ойымен ақ тілек атып жол ашып отырған адам, оның рөлі ол ерекше, әрине. Мен де сөзіңізбен толықтай келісемін, көзіңізге жас алып қалдыңыз, кәдімгідей түсінемін. Әкенің орны шынымен де қыз үшін өте маңызды, себебі арқа сүйер азаматын деп біледі. Қазіргі қоғамда неше түрлі жағдай естіп жатырмыз. Әрине ол қыздарды да кінәлай алмаймыз. Жаңа өзіңіз айта кеткендей, соны қазіргі қоғам түсінсе екен деймін мен де. Себебі кінәлап жатады, себебі олардың әрқайсысына бір нәрсе себеп болды ғой. Сөзіңіз өте керемет, кәдімгідей жүректен өтті. Енді жаңадан бері өзіміз айта кеттік, қыз тәрбиесі деп. Енді қазір өзіңіз ұстаз ретінде білесіз, мектептерге жалпы жас маман болып келетін ұстаздар қауымы да жеткілікті, оның ішінде қыздар қауымы да бар. Әйелдер қауымы жас маман болып, ұстаз болып барады. Енді олар жас өспірім қыздармен жұмыс жасайды. Өзіңіз де білесіз. Соған өзіңіздің көзқарасыңызға қалай жұмыс жасауына болады, қалай оларға ыңғайлы деген секілді, соған кішкене тоқтала кетсеңіз. Сіз мысалы кез келген, бәріміз де адамбыз ғой, қоғамда жүргенде өзіңізбен сөйлескенге дейін адамды алдымен сырт пішімі рөл атқарады. Жас қыз дипломды алды, мектепке барды, ол ең алдымен өзінің сыртқы болмысына мән берсе деймін. Өйткені кейде сен балалардың алдында ұлы ойлар айтқың келіп тұрған шығар, бірақ сыртқы киіп келген киімің оны ашпайды. Сол кезде сенің кейде сөзің зәру кетуі мүмкін. Сондықтан да ұстаз болатын жас маман барлығын 4 құбыласы, 4 дүниесін, 4 жағын бәрін бірдей қарастыру керек. Өйткені жас бала ол сорғыш. Сіздің бір үстіңіз, киіміңіз, сөйлеген сөзіңізді ол сорғыш сияқты жұтып алып отырады. Ал баланың сізге деген бір ерекше махаббат оянса, ол сізді өмір бақи сол апайдай киінем, сол апай шашын осылай жасайтын, сол апай деп тіпті сіз баланың жүрегінде мәңгілік қалуыңыз мүмкін. Ал сондықтан да жас мұғалімдерге, мұғалима дейміз, осыны ескерсе деймін. Екінші, мамандықты сүю керек, ұстаздықты сүю керек. Мүмкін ол ең басты осы. Бұл жерде кімнің сөзі еді? Лев Толстойдың сөзі. Лев Толстой ол енді ұлы ойшыл ғой. Лев Толстой айтқан, егер мұғалім мектепке барып сабақ беретін әрбір оқушыны өзінің әкесіндей, анасындай жақсы көріп сыйласа, ол мұғалім, теңдесі жоқ мұғалім.
Ал қарға баласын аппағым дейді. Иә, ата ана баласын еш уақытта жамандыққа қимайды. Алдыңда отырған әр баланы өзіңнің балаңдай, болмаса өзіңнің әкеңді қалай құрметтейсің, шешеңді қалай құрметтейсің, оларға деген махаббатың қандай шексіз. Дәл солай қарасаң, алдыңда отырған 30 баладан да білмеймін 30 ғұлама шығарасың. Өйткені кімді болсын, нені болсын, нені демек, біз енді әлгі мына көрші елдермен салыстырғанда кім деп тек адамға ғана сұрақ қоямыз ғой. Кімнің болса, қанша түрі сұсты болса да, еңсегей бойлы ер есім болып тұрса да, олардың жүрегі нәзік. Ал сол жүрекке мейіріммен қарасаң, махаббатпен қарасаң, онан сондай жауап аласың. Демек, мамандықты бірінші сүю керек, және өзіңнің топ алдындағы, оқушыларың алдындағы авторитет дейді, ол неден басталады? Біліміңнен басталады. Егер білімді болып тұрсаң, қазіргі жастар өте білімді, қазіргі балалар өте білімді. Мына кітапты оқымадым, кітапханаға барып үлгермедім деген сөз жоқ. Ашады, Google аман болсын, Википедия аман болсын, сіз айтқан тақырыпты сізден бұрын біліп келуі мүмкін. Ал бұл сізден нені қажет етеді? Бұл сізден одан да тереңірек білімді болуыңызды, креативті болуыңызды, және жаңа алғашқы бір сұрағыңыз болды ғой, бұрынғы дәстүрмен бүгінгіні қалай байланыстыру. Тақырыбыңыз қандай болмасын, бүгінгі өмірмен, және балалардың қай шамадағы оқушылар, бастауыш па, орта мектеп, бітіріп жоғары класс оқушылары бола ма, солардың деңгейінде, көзқарастарында оларды не қызықтырып жүр, сонымен байланыстырып сөйлесеңіз, және цифрлық платформаларды еркін меңгерген болсаңыз, сіз теңдес жоқ мұғалімсіз. Өте керемет. Енді адам мамандықты емес, мамандық адамды таңдайды дегенге келсесіз бе өзіңіз? Жаңа өзіңіз ұстаз туралы айта кеткеніңізге сұрап жатқаным ғой. Сұрағыңызды қайталаңызшы. Адам мамандықты емес, мамандық адамды таңдайды дейді ғой. Бұл енді бір шебер, өз мамандығына еге болған, тамаша жаңа мастер-класс адамдардың құрметін айтылған сөз сияқты. Енді мамандықтың өзі, былайша айтқанда, жастардан кейде сұрасаң, ата-анам осылай жаңа бағыт берді, сондықтан да осында түстім дейді, және соны түсіп үдесінен шығып жатады. Өкінішке орай осында түстім, бірақ бұл мамандықты онша қаламаймын деп басқа мамандыққа ауысып жататындар бар. Бұл неден шығады? Егер сен мамандығыңды сүйсең, мамандық сен таңдаған деген сөзің соған келеді. Сен мамандықты таңдадың деген сөзде кішкене осы мамандыққа бір 100% жақсы көре қоймайсың ау деген сияқты. Ол өмір ғой. Ал енді мына бүгінгі заманның ерекшелігі, мына кеңестік кезеңнен гөрі диплом алдың, солмен жұмыс жасайсың емес. Қазір 3 айлық курстан ғана өтіп, 3 айлық курстан ғана өтіп, сен елді аузына қаратқан бизнесмен, болмаса өзінің кәсіби, мысалы өзіңіз сияқты подкастты жүргізуші болып шығу. Сіздерге қазіргі заман керемет қой. Қазіргі заман алдыңа кеп ас қойдым, екі қолды бос қойдымның заманы. Қимылдасаң аш қалмайтын заман. Сіздерге, жастарға керемет мүмкіндік берілген заман. Мысалы көптеген студенттер жұмыс жасайды, жұмыс жасауға мүмкіндік алады. Оның өзі сол жұмыс жасап жүр, бол тағы көп нәрсені үйренеді. Болмаса оқумен практиканы байланыстырып жүрген қаншама студенттеріміз бар. Заманның сондай бір ағымы. Сондықтан да ол мамандық иесін таңдайды деген сөз, ол әлбетте өз мамандығын тауып, өзінің жан сүйген, сол салада жұмыс жасап, ондай мамандығын сүйген адам сол салада әлбетте білгірі болады, құрметке бөленеді. Өйткені өзің сүйген нәрсе үшін сен ештеңе аямайсың. Ол алдыңа бір мақсат қойдың, осы мамандық болам деп, осы мамандықта бір жетістікке жетсем дедің, ал алдыңа адам мақсат қойғанда, ол сол мақсатпен жүріп отырса өзі де білмейді. Сол мақсатқа жету үшін ол 24 сағат ұйықтамауы мүмкін, ол оны сезбейді. Ол тасты жарып тастауы мүмкін, тауды қопарып тастауы мүмкін, сол мақсатқа жету үшін оны сезбейді. Өйткені мақсат қою ол үлкен күш, адамға мотивация.
ары қарай соның бір керемет шыңын иеленіп ел жұртқа өзінің тәжірибесін бөлісетіндей дәрежеге жететін. Ал қазіргі жастардың қолында әсіресе заманның ағымы мына тіл білу керек. Әсіресе мына ғаламдық 6 тіл бар ғой. Сол 6 тілдің бірін, мүмкіндігі болып жатса екеуін жақсы меңгерсеңіз, Құдай-ау, бүкіл әлем сіздің қолыңызда. Әрине, оған келісемін. Енді жаңа подкастымыздың басында өзіңіз айта кеттіңіз, мені әртүрлі қырымнан таниды, бірақ көбіне ұстаз қырымнан таныса дұрыс болар еді деп өзім құптаймын осыны деп. Ұстаздық қырың, жалпы ұстаздық қырыңыздан сізді таныдық, өте керемет. Сізді көріп жаңа айта кеттім ғой, қыз екеніме қуандым деп, екіншіден ұстаз екеніме қатты қуанып отырмыз. Шынымен де кәдімгідей мотивация беріп отырсыз. Енді сіздің әу деп қолыңызға қалам мен қағаз алып өлең шығаратын ақындық қасиетіңіз де бар екен. Біз оны естіп едік енді. Соған бүгінгі подкастымызда өзіңізге қолқа салсам деп отыр едім. Бір өлеңіңізді өз қалауыңызбен оқып берсеңіз. Кез келген тақырыпта өзіңіздің қалауыңызбен. Бұл сұрақ сценарийде болған жоқ. Мен өзім негізі қолға қалам қағаз алып әу деп өлең жазатын қабілетім бар еді өзімнің де. Сол үшін де болар, осы тұсыңызды естігеннен кейін мен бір қолқа салып көрсем деп едім. Егер қиын болмаса, әрине. Біріншіден мына тіл әдебиет мамандарының ішінде өлең жазбайтыны кемде кемі себеп не? Мамандықтың өзі адамға әсер етеді. Сен баларға барып, ана Әуезовтің Көксерегін түсіндіріп, Құрмаш пен Көксеректің образына кірсең, болмаса Мағжанның Түркістанын айтып, болмаса мен жастарға сенемін деп, оған кімнің сондай бір інжу маржан поэзия, прозаны оқытып жүрген, әсіресе тіл әдебиетке қатысты мамандардың өлең жазбайтыны кемде кем. Мен 9-шы класста оқып жүргенде қазақ тілінен беретін Әли апай бәрімізге шығарма жаздырды. Мен Асыл әжем деп жаздым. Сол шығарманы мен білмеймін. Апай осы Алматы қаласындағы 12-ші мектеп апай алыпты да, менің бір оқушым осындай бір жақсы шығарма жазды деп, Қазақстан Пионер деген газет болған. Сол газетке беріпті. Мен ештеңе білмеймін. Сол газет жарқ етіп шыққанда, ол кезде бүкіл Қазақстанда санаулы ғана газет, дәл қазіргідей емес. Қазақстан Пионері деген, Балдырған деген журналды, газетті бүкіл ел біледі. Содан жарқ етіп шықты. Одан кейін сол газеттен маған тағы ұсыныс келді. Өлең жазасыз ба деп. Сонда бір 6-шы класста оқып жүрген, біз енді класс деген уақытта оқыдық. Қазіргі атауы әлі сіңе қойған жоқ. Сол 6-шы класста о туған жер, қасиетті мекенім деп аталатын өлең жазғанмын. Өлеңді көп жазбаймын. Өлең қай уақытта шығады? Мен әлгі ұсыныспен жазатын өлеңдер туралы сөз қозғамайық. Ал енді мына жүректен, сезімнен туатын жағдай, ол жаңа әкеге қайта оралатын болдық. 96 жылы әкем қайтыс болды, тамыз айында. Күз келді осындай, қыс келді. 96-97 жылдың көктемі, егер адамдардың есінде болса, Алматыда 3 ай бойы жаңбыр жауды деуге болады. Сон мен жылап отырам, әкем есіме түсіп, терезеге қарасам, жаңбыр жауып тұр. Сосын ойладым, табиғат, сен көп жылап кеттің, сен үшін біз жылап жатырмыз. Ләззат, тоқтат деп, тоқтау айтқандай болды сол 3 айғы жаңбыр. Содан әкесіз көктем деген, білмеймін, 25-30 шумақтан тұратын өлең жазғанмын. Сондай бір сезімде қатты қуану дейік, болмаса жан тебірелік адамға ішкі жан күйіне әкелетін, енді адамсың ғой, ет пен сүйектен жаралған. Сондай кезде шыққан өлеңдер бар, бірақ өлең жазуды кәдімгі қолға алып, олай емес. Алматы туралы өлең жазған, ол да Астанаға көшті ғой. Сол кезде ұсыныстар болды, сізде жүріңіз дегендей. Алматыны шексіз сүйдім. Алматы болып қала береді, Алматы жастар қаласы, Алматы махаббат қаласы деп. Дәл сол жылы Алматы қаласының әкімшілігі Алматы туралы кім әндерге конкурс жариялады. Содан қызық, мен Алматым туралы өлең жаздым.
әнін өзімнің туған үлкен әпкем жазды. Сөйтіп Қандай керемет. Алматым деген бір әдемі ән дүниеге келді. Рұқсат болса, осымен ғана сіздің сұрағыңызды тәмамдайын. Рахмет көп. Шынымен де өзіңіз, жаңа айта кеттіңіз, өлең негізі белгілі бір жағдайда ғана шығады. Ол кез келген уақытта емес, не қайғырғанда, бір қатты қуанған кезде кәдімгідей жүректен ол шынайы сезіммен шығатын туындылар ғой. Оған толықтай келсем, бірақ осыған толық ашып жауап берген үшін көп рахмет. Енді өзіңізге белгілі, жаңа біз мектеп форматында түсіріп жатырмыз ғой подкасттың барлығын. Ендеше сол мектеп қыздарына арналған бір жылы лебізіңіз болса өзіңіздің. Біріншіден сіздерге Қошмамбет ауылындағы жайлы мектеп ең бірінші мемлекетімізге, мемлекет басшыларына рахмет айтуымыз керек. Мен сіздердің мектепте болдым. Сіздердің мектептегі материалдық жағдай жасалған, оқушылар мен балаларға жасалған жағдай қай тұрғыдан да тіпті кейбір жоғары оқу орны қызығатындай. Бұл нені білдіреді? Бұл болашағымыз, болашақ ұрпағымыз өз деңгейінде заманауи білім алып, кәдімгі Қазақстанның жастары әлемді таңғалдыратындай, Қазақстанның жастары мемлекетімізді, тәуелсіздігімізді нығайтып, әлемге танытатындай, осы жастар деген мемлекет тарапынан жүргізіліп жатқан саясат. Мына президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев кеше ғана Америкада болды, кеше ғана көрші Ресейде болды. Өзге президенттер де жақсы, бірақ біз президентіміз үшін ерекше қуандық. Неге дейсіздер ғой? Ол керемет білімнің арқасында. Керемет білімнің арқасы. Ал білім қандай, несімен керемет? Білім ол алтын емес, күміс емес, оны күзетесің, жоғалып қалмасын дейсің. Білім ол мәңгілік сенің ішіңде тұрады. Ол саған жақсылық әкеледі. Ал осындай президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлындай болсын дегендей, осындай жайлы мектептердің мемлекет тарапынан ашылып жатқанына мен ерекше ата-ана ретінде де, әже ретінде де қатты қуанам. Резюме ретінде тағы не айтуға болады? Әлгі алыстан әлгі идеал іздеудің қажет жоқ. Мемлекетіміздің қазіргі президенттің өзі бізге, жастарға идеал. Бірнеше тілді біледі, аса білімді. Сондай әлгі бұл ертегі емес. Көз алдыңда жүрген адамдар неге сондай болмасқа ұқсап? Сосын әлгі Абайдың сөзі бар ғой, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен білімің. Білімді бол, дәстүрді сақта. Өйткені қазақ екендігіңе мақтан, ұлтың үшін мақтан. Сол үшін сол бір махаббат пен ұлтыңа деген, мемлекетіңе деген махаббат, сол жолда сен білім алам десең, мектеп оқушыларына бар жағдай жасалған. Тек соны уақытымен өз кезінде пайдалана біліңіздер. Жас адам, оның кемшілігі де болады. Ойнап білмей істеп, ойнап кейбір қателіктер де болады. Ал соған жол көрсете білетін, кешіріммен дұрыс жолды көрсете білетін, жаңағы Лев Толстой айтқандай, әр баланы өзінің анасындай, әкесіндей сүйетін ұстаздар жолықсын деп тілеймін. Ал оқушыларға сондай ұстаздарыңыздың білім нәрін ары қарай тереңдетіп, Қазақстанды мақтан тұтатын азамат-азаматшалар болып шыққанына тілектеспін. Өйткені бүгінгі мектеп жастары, ана шахматтан қараңыздар, қыздар дүние жүзінде. Тіпті жасанды интеллект роботтан да Қазақстаннан барған жастар алғашқы орындарды. Бұған мән бергендік сондай, президентіміз сол балаларды қабылдады. Ал мұның өзі қандай стимул? Өйткені мемлекет тарапынан қазір біздің мемлекетімізде білімге өте үлкен мән беріп, жағдай жасалуда. Соны көре білуіміз керек, мақтана білуіміз керек, соны кәдеге асыра білуіміз керек. Мен Мағжанның сөзімен аяқтағым келеді. Мен сенемін жастарға, алаш атын аспанға шығарар олар бір таңда. Өте керемет. Кәдімгідей өзекті мәселелерді қозғаған жалпы керемет подкаст болды. Сіздің бүгінгі подкастқа келгеніңізге жалпы көп рахмет. Мен ойлаймын, енді жастарға біраз ой салар керемет бір сұхбат болды деп. Көп рахмет сізге, Ләззат Мұқайқызы.
Жалпы сізге де үлкен рахмет. иә, рахмет. Жалпы бүгінгі біздің подкастымыз осымен аяқталды. Көрермендер, сіздерге көп рахмет. Бүгінгі сұхбат сіздерге өзекті бір мәселелерді қозғаған, сіздерге бір жалпы ой салар сұхбат болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.